Бүгінгі қоғамда еңбекті ерлермен қатар атқарып, ауыр жұмысқа да білек сыбана кірісетін. Сонысына қарамастан бала-шағаны бабын келтіріп, отбасының ұйытқысы бола білген әйел азаматтар аз емес. Олардың барлығы да өз ортамызда жүр. Күнделікті күйбен тіршіліктің барысында әйел адамдардың осынау жанкешті еңбектері көзге іліге де бермейтін де белгілі. Еңбегімен елге танылған осындай жандардың бірі алғашқы тыңгер, 15 жылдық тәжірибесі бар тракторшы, еңбек қызыл ту орденімен, Паша Ангелина атындағы еңбек атағының бүкілодақтық жүлдесімен марапатталған. Паша Ангелина атындағы механизатор әйелдер клубының құрметті мүшесі атағына ие болған Ыбыраева Құнзой ханым 75 жасқа толып отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді алғашқы сұрағымнан бастап кетейін. Өзіңіздің енді туған жеріңіз жайлы, отбасыңыз жайлы, қанша ағайынды болдыңыздар, жалпы айта өтсеңіз. Отбасым туралы. Отбасым болғанда енді мен өзім Меңдіқаралықпыз ғой. Сол Меңдіқараның коммунальдық деген совхозы, сол отделение сияқты сотта. Сол жерде туып өстім, сол жерде 7 класс бітірдім. Еңбек жолымды сол жерден бастадым. Ауылда сол 7 класс бітіріп, сол педучилищеге Боровойда оқуға түсіп едім. Содан бір жыл оқыдым дағы, сосын тастап кеттім, оқығым келмеді. Апам сонда оқыды, менен үлкен апам бар. Сол педучилищені бітіріп, ол сол жерден Торғай облысына тұрмысқа шықты. Мен ауылға қайтып келдім дағы, сол жұмыс істеп, өзім техникаға кішкене жақын болдым. Велосипед, мотоцикл, бір ағаларымыздың мотоциклімен әуреленіп сөйтіп жүретінмін. Мен келсем, сол ауылда курс ашылайын деп жатыр екен. Механизаторлық. Әуелі шопырлық курсқа барайын деп, әкем қарсы болды. Шопыр деген немен еще басқа бір совхозға барып оқу керек. Оны қалып қойдым, жарайды. Енді ауылда 3 айлық курс ашылып жатқасын, сосын 3 айлық курсқа жазылып, сол ауылдың механигі Ансабаев Шәкіржан деген кісі, сол мұғалім болып оқыдым сонда. Ауылдың балаларыменен, сол одан да үлкен кісілерменен бәрі де оқыды. Әйтеуір сол кезде қағаздары жоқ болды ма, әйтеуір білмеймін. Сонымен сол басталды. Сол жерден сосын 63 жылдары ғой енді. Сол еңбек жолым содан басталды. Енді әрине трактор айдау оңай шаруа емес. Оған бір үлкен батылдық керек, қайсарлық керек, нәзік жанды болғаннан кейін сізге енді оңай соқпағаны анық. Енді осы жолды бастаған кезде өзіңіздің ата-анаңыз қарсы болған жоқ па? Жаңағы осы жолда трактор айдап жүрген кезде бір қызықты оқиғаларыңыз болса, айта өтсеңіз. Енді оқиға болғанда енді бірінші әуелден неткенде, жұмыс істегенде, ол кезде қазіргі техника жоқ қой. Кабинасы жоқ, қолмен тартып тұтатасың дегенде бәрі. Күн желіне, жаңбырына қарамай, сол ашық кабинасы жоқ, сол жүреміз, желпілдеп, жас кез ол кезде. Сол енді жанында істеп жүрген ауылдың азаматтарына осының үшін рахмет айтам мен. Риза болам, ылғи да мені қолдап, қорғап, қарындасымыз деп, ауылды енді бірін-бір бәрін біледі ғой, өзіміздің ауыл өзі бірақ көше. Солай енді жүрдім енді. Бір кім Демесинов Сұлтанбек деген екі үйдің арасында үй жоқ, бір ағаларымыз бар еді. И тракторлерді ол кезде маждвор жоқ, үйдің жанына қоямыз ғой. Таңертең тұтанбай қалады, тұтата алмай қалама, қолымен тартам, шынумен тартам болмайды. Сосын жылап отырам. Сосын ағаға барам, наладчикке баратсам, оның әйелі Айна деген сол Целинаға келген қыз еді. Сол ағамызға тұрмысқа шығып, осынға шейін кәдімгі қазақша сөйлейді. Жүріп, сол айтады, қарындасым келе жатыр, тұр деп, ерте оянам және мен. Ана жұрттан бұрын сол ерте шаруаны малымыз бар, үйдің шаруасы бар. Әке-шешем кішкене көмектесіп жаздығымыз солай сиыр айда ғой енді сағылған бізде. Солай кісілер сондай көмектесті. Дала қырда жүргенде де әртүрлі жұмыстар. Қиыншылық болады ғой, әрине, оны тіпті бәрі оңай болды. Осылай болды, осы жетістікке жеттік деп айту қиын.
ыстығына да суығына да қай жұмыстың болса да қай салада жұмыс істесең де төзе білу керек қой. Мен солай түсінемін. Осы жолда қанша жыл жұмыс істедіңіз? 15 жыл істедім. 15 жыл істеп, сол жерде жүрдім, сосын тұрмысқа шығып кеттім мен. Тұрмысқа шығып кеткесін балалы шағалы болып, мен отырып қалдым үйде. Сосын мынау біз қазір Заречныйға, Двуреченский, ол кезде мен депутат болып жүрдім. Мынау облысқа келіп жүрдім, одан орталық комитетке Қонаевтың кезінде неге мүше болдым. Сонда жүргенде осы Двуреченский маған сол жағдайымды сұрап, сондай жақсы кісі. Сол кісінің көп көмегі дейді. Сосын мына бірінші хатшы осы біздің осы Қостанайдағы Вера Васильевна Сидорова деген кісі көмектесті. Екеуміз сессияға барғанда да депутат болып жүргенде Алматыда бір комнатада жатып, сол кісі маған сол ақыл кеңес беріп, балаларым өсіп келе жатыр. Неге мүмкін ауыстырарсың деп солай. Сосын тұрмысқа шыққасын, сосын осында Заречныйда маған 3 комнаталы квартира берді. Жақсы. Осы жерге келіп орналасып, балалар осында оқыды. Сонымен солай болып кеттім. Осы жерде қалып қойды. 12 қазір осы жерде 42 жыл тұрамыз. Қазіргі таңда енді немере, шөбере бағып үйдесіз? Енді үйдеміз қазір енді. Сосын мен 15 жыл болды. Ары қарай мынау неде Заречныйда опытный станция ғой. Онда істей беруге болатын еді. Бірақ өзім ауырып қалғасын. Сосын врачтар маған рұқсат бермеді, ауыр жұмыс істеуге болмайды деп. Содан сол жерде Рабковқа жұмысқа орналасып, дүкенші істеп кеттім. Сосын зейнетке шықтым, 45 жасында зейнетке шықтым. 5 баламенен әрі сол анау тракторда істегенменен сол пенсияға шықтым 45 жасында. Бірақ тоқтағаным жоқ, оның арасында жұмыс істей бердім ғой енді. Қазіргі таңда енді көлікті көргенде, тракторды көргенде өзіңізде іштей бір сағыныш болатын шығар. Әрине ғой, әрине. Қазіргі техникаларды қарап отырсам, біз қалай шыдағанбыз деп, соңғы кезде ойлаймын, мен әуелі анандай НТЗ дейді, Т-40 дейді, Беларусь дейді, ол кездегі тракторлар сондағы. Соларды істедім, арасында кешкі вечерний неге барып, шопырлық права алдым, сол машина алып, сол өзім машина жүргіздім. Сосын К-700-тың оқуын енді қараның ортасында СБТ болатын да, сонда 3 ай сонда оқыдым. Сосын К-700 отырып кеттім. Сонда көп істедім. Сосын Заречныйға келгесінде сол К-700-да істедім. Сосын зейнетке шығып кеттім. Денсаулыққа байланысты, может, әлі жүре берер ме мына жерде? Иә, әрине. Енді апа өзіңіз кейінгі жастарға еңбек адамы ретінде үлгі адамсыз. Осы қазіргі жастарымызға айтар бір өсиетіңіз болса? Енді біздің кезімізден бір бригадалар болып ашылды. Оны кезде как раз комплектін істеп жүрген кезде қыз келіншектер істеген адамдар болды. Ал одан бері тоқтап қалды. Қазір мына техника бәрі де қазір жақсы болды. Жаңа техника қазір қарап отырсам қаншама осы біздің өзі мен істеп жүргеннің өзінде де біздің опытный хозяйствоға қаншама техникалар келді. Қазіргі техникалармен салыстыруға болмайды. Телевизордан қараймын. Салқындатқышы да бар, мұздатқышы да бар. Барлық жағдай жасалған. Бәрі жағдай жасалған. Бірақ жастар қазір қорқады. Қазір мынау компьютер, мынау техникалар басқаша. Соның саласын ауысып кеткен. Бұлай далаға, мынандай жұмысқа. Қазір нәзік жандылардың өзінен, даже ер адамдардың өзі бар. Ер адамдардың өзі да қыздар түгілі. Қыздар түгілі, ер адамдар қазір ондай жұмыстан қашады. Оның қорқатын ештеңе жоқ. Қазір техникамен сол кезде кезім болса қазір. Ден сельское хозяйствода бізді басымызды қосады ғой, мынау райондағылар. Сонда мен айтам ғой, мені жұмысқа алыңдарсайшы. Жаңадан мыналарға директорлерге ТО-ның хозяйстволарын айтам. Мені жұмысқа алыңдарсайшы, сендердің техника кетті деп хабарларымыз ғой. Хабарласып отырамыз ғой енді. Күледі мені, уже говорит, сіз қиындықты өттіңіз басыңыздан. Сонда енді
Енді сізге көп рахмет. Осылай бізге сұхбат беріп, біздің осылай көрермендерімізге, өсіп келе жатқан жастарға үлкен осы сұхбат бір үлкен бір үлгі болады деп сенемін әрине. Жастан жасқа жете беріңіз, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Осылай мерейтойыңызды тойлап жүре берейік. Сіздің бір осы сұхбатыңыз бізде мұрағат болып сақталсын деген.